Балалар, бүгін біздің тақырыбымыз дүниежүзілік шаруашылық салаларының сипаттамасы. Бүгін тақырыбымызда не білуіміз керек? Дүниежүзілік шаруашылық салаларының қандай түрлері бар? Авангардтық үштік дегеніміз не, оған қандай салалар кіреді, және оларға қысқаша тоқталып өтеміз. Шаруашылықтың үш саласы мемлекеттің даму деңгейін айқындайды. Оларды біз авангардтық үштік деп айтамыз. Оларға электр энергетикасы, машина жасау және химия өнеркәсібі жатады. Отын және электр энергетикалық өнеркәсіпті біз отын энергетикалық кешен ретінде қарастырамыз. ОЕК ретінде, яғни ол екіге бөлінеді: отын өнеркәсібі және электр энергетикасы. Осыған біраздан соң тоқталатын боламыз. Машина жасау бұл шаруашылықтағы ғылыми-техникалық өрлеудің ГТО, ғылыми-техникалық өрлеудің деңгейін анықтайтын айрықша ірі кешенді сала. Себебі ол барлық салаларды машинамен, жабдықтармен, ал тұрғындары тұтыну заттармен қамтамасыз етеді. Химия өнеркәсібі бұл шаруашылықтың барлық салаларын химиялық технологиялармен және материалдармен қамтамасыз етеді. Енді осының ішінде біз отын энергетикалық кешенге тоқталсақ, ол отын өнеркәсібі және электр энергетикасынан тұрады. Отын өнеркәсібі үшке бөлінеді: көмір өнеркәсібі, газ өнеркәсібі, мұнай өнеркәсібі. Алдымен көмір өнеркәсібіне тоқталсақ, көмір өнеркәсібі қазба көмірді өндірумен, байытумен айналысады. Дүние жүзінде 60-тан астам елінде өндіріледі. Қытай, ақш, Ресей, Германия, Польша, Украина, Қазақстан көштің басын бастап тұр. Экспорттаушы, яғни сататын елдер ақш, Аустралия, Оңтүстік Африка Республикасы, ал импорттаушы, яғни сатып алушы елдер Жапония және Батыс Еуропа. Жапония барлық пайдалы қазбаларды импорттайды, өйткені ол жерде ешқандай пайдалы қазба кездеспейді. Келесі газ өнеркәсібі. Газ өнеркәсібі табиғи газды өндірумен, тасымалдаумен, сақтау және үлестірумен айналысады. Газ өнеркәсібі бізге электр энергиясын үнемдеуге және де атмосферадан шығатын зиянды заттарды азайтады. Яғни үйімізге газ кіретін болса, біз отынды, көмірді жақпаймыз, содан атмосфераға тигізетін кері әсеріміз де азаятын болады. Сонымен қатар газды дүние жүзінде 60 мемлекет өндіреді. Оның көшін Ресей, ақш, Канада, Түркменстан, Нидерланд, Ұлыбритания бастап тұр. Енді мұнай өнеркәсібі мұнай өндіру, тасымалдау және өңдеумен, сонымен қатар газ өндірумен айналысады. Мұнай және мұнай өнімдерінің көпшілік бөлігін біз дүние жүзінде құбыр желілері және теміржол көлігі арқылы тасымалдаймыз. 85% құбыр жолы арқылы тасымалданады. Мұнай дүниежүзілік сауданың маңызды экспорттық тауары, 75 елінде өндіріледі. Әлемнің оған көшін Сауд Арабиясы, ақш, Мексика, Ресей, Біріккен Араб Әмірлігі, Иран, Ирак, Қытай сияқты мемлекеттер көштің басын бастап тұр. Және де мұнайды экспорттаушы елдердің ұйымын біз ОПЕК деп атаймыз. Міне ОПЕК мұнайды экспорттаушы елдердің ұйымы деген мағынаны білдіреді. Бұл қысқарған сөз толық атауы мына көк жазудың ішіне жазылып тұр, және де шартты белгісі көрсетіліп тұр. ОПЕКке 12 ел мүше, яғни Оңтүстік Америкадан Эквадор, Венесуэла, Африкадан Ливия, Алжир, Нигерия, Ангола, ал Еуразия материгінен Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы. ОПЕК жалпы түсінікті деп ойлаймын. Келесі электр энергетикасы. Электр энергетикасы бұл электр энергиясын тасымалдауды және де өндіруді біріктіретін сала болып есептелінеді. Ол үшке бөлінеді: АЭС, ГЭС, ЖЭС. Атом электр станциясы, гидроэлектр станциясы, жылу электр станциясы. Жалпы әлемде барлық мемлекетте жылу электр станциясы бар десек те болады. Ол яғни электр энергиясының 63% алып жатыр. 17% атом электр станциясына, 20% гидроэлектр станциясына тиесілі. Яғни гидро деген су. Дүниежүзі бойынша ЖЭС-тің көшін бастап тұрған мемлекеттер Оңтүстік Африка Республикасы, Польша, Қытай, Үндістан. Су электр станциясының көшін бастап тұрған Норвегия, Канада, Бразилия, Жаңа Зеландия. Ал атом электр станциясы өте көп салынған мемлекеттер Франция, Бельгия, Корея, Словакия, Венгрия. Ал қазір ең ірі атом электр станциялары бізде Жапонияда және Францияда салынған. Атом электр станциясы бұл ащы суды тұщыландыру үшін бізге қажет. Енді бұның барлығы, бұл энергия, отын өнеркәсібі, бұның барлығы таусылып қалады. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Қазір дүниежүзі бойынша балама көздерін іздестірудеміз. Соның негізгі төртеуін сендерге ұсынсақ, бірінші геотермалды, яғни жер асты сулары.
жердің астынан атқылап жататын әртүрлі гейзерлер, немесе минералды сулар, осыларды геотермалды су дейміз. Олар көшін бастап тұрған Исландия, Италия, Франция, Венгрия, Жапония, ақш. Яғни қазір осындай суларды олар пайдаланып жатыр. Күн энергиясын пайдаланатын Франция, Испания, Италия, Жапония, ақш. Оны Қазақстанда да пайдаланады, бірақ көшін осындай мемлекеттер бастап тұр. Толысу, яғни өзен арнасы толған кездегі энергияны пайдаланатын мемлекеттер Франция, Ресей, Қытай, Канада және ақш. Жел энергиясын пайдаланады Дания, Швеция, Германия, Ұлыбритания, Нидерланды. Осындай мемлекеттер көш бастап тұр. Бүгінгі сабағымыз осы жерден аяқталады. Енді сендерге тапсырма. Бәрімізге белгілі, экспо көрмесі бізде өтті. 2017 жылы болашақтың энергиясы тақырыбында сол жерде әртүрлі мемлекеттерден келіп, осы энергияның балама көздерін ұсынды. Енді сұрақ, энергияның қандай балама көздерін ұсынды және оның қандай маңызы бар? Осы сұраққа жауап берсеңдер. Назарларыңа рахмет.